Ассалаумағалейкум Ақтөбе, Қонсарена қалайсыздар, көңіл-күй қалай? Найза Спорт Week Ақтөбеде. Құрметті спортсүйер қауым, бүгін сіздерге ұмытылмас спорт кеші, керемет эмоциялар сыйлап отырған Найза өзінің кезекті шоуын жалғастыруда. Жалпы Найзаны қарайтын адамдар үшін дәл қазір болатын дүние жаңалық емес шығар. Кейінгі уақыттары осылай керемет бойларда өткізетін шоу конкурстардың бірі сыйламер дәл қазір орын алады, достар. Бұны көрген шығарсыздар. Жалпы жақында ғана Алматыда өткен турнирда елімізге танымалы спортсмендер өздерінің соққыларын күл Қазақстанға, күл ТМД елдеріне көрсетіп, жастардың тілімен айтқанда біраз хайпават етті. Ендеше бүгінгі біздің Найза 48-де елімізге танымалы спортшылар, блогерлар бар арасында, достар, дәл қазір осы сыйламерді ұрып, бәлкім сол алдындағы сыйламердің рекорды, яғни Садриддиннің соққысынан да қатты жойқын соққы жасайды деген ойдамыз, үміттеміз. Ендеше құрметті спортсүйер қауым, дәл қазір алғашқы ортаға шақыратын танымалы блогер, вайнер, кейінгі уақыттары бұл кісіде жауынгер болып кеткен футболшы. Құрметті достар, сіздердің қошеметтеріңізбен Упучук мырза! Қош келдіңіз, Упучук. Ендеше алғашқы осы керемет сайысты бастайсыз. Қаншалықты соққыңыз мықты деп ойлайсың? Жалпы өзіне бір оценка берсең. Жалпы мен ұрғаннан көрі сүйгенді қылатам. О, тамаша. Негізі аяқпен ба, әлде қолмен ба соққын мықты? Қолмен ұрайық, давай. Қолмен. Ендеше құрметті достар, алғашқы ортада бағын сынайтын Упучук! Ал ендеше Упучуктың нәтижесі 585. Упучук, рахмет. Ең бастысы не ғой, қатыстың ғой бұған, Главное, участие ғой, не победа, Әрбе қарай жалғастырамыз, құрметті достар, ортаға елімізге танымалы спортшы Айтым Жакупов шақырамыз, достар! Айтым Жакупов, достар, бұл кісінің қолы, мен ойымша, байтқанда ең накачанный. Бірақ сіз боксшы емессіз, бәлкім воркаут сіздікі, ендеше дәл қазір Упучуктан точно соққыңыз мықтырақ болатын сияқты, сіздің бицепсіңізге қарағанда. Ендеше Айтымның соққысын тамашалаймыз, достар! Айтым мырзанікі тамаша көрсеткіш, достар! 744! Айтым, тамаша, тамаша. Боксшы емес, бұл кісі жауынгер емес, бірақ соққысы өте жойқын екенін баршаларыңыз көрдіңіздер. Ендеше әрмен қарай жалғастырамыз. Жандарбек мырзаны шақырғымыз келеді, достар. Жандарбек, түріне қарасаңыздар, негізі Упучуктан да аз соғатын сияқты, бірақ, достар, Жандарбек бұл жауынгер. Ендеше Жандарбек, сенің кезегін, сен жойқын ұдарын! Және де Жандарбектің көрсеткіші 798! Әзірге Жандарбек бірінші орында. Мінекей, достар, әзірге бір-бірінен асуда біздің үміткерлер. Екінші орта шақыратымыз, достар, елімізге танымалы әртіс, яғни рэпер. Сіздердің сүйікті рэперларыңыз Биг Сом бүгін кеште қонақта. Бүгінгі біздің сыйлы қонағымыз. Добро пожаловать, Биг Сом. Ну давайте посмотрим, думаю, что многим интересно, какой же удар у вас. Пока идем по нарастающей. Итак, удар Биг Сома. 504. Биг Сом, неплохо.
Бигсом, промазал? Ну давайте дадим второй шанс, если хотите. Давай, Бигсом, конечно, вам можно. Человек чуть-чуть промазал, поэтому Бигсом. Первый раз в жизни, да? Окей, Бигсом, вот второй раз в жизни будете бить. Давайте запомните этот момент. Бигсом, ваш удар и... Первый раз нормально было, первый раз нормально было, да. Ендеше құрметті достар, әрмен жалғастырамыз ортаға. Сұлтанбек Данаевты шақырамыз. Қош келдіңіз, Сұлтанбек. Ендеше сіздің удардың жой қиын екенін білеміз. Сұлтанбек, асықпаңыз, дұрыстап. Міне керек болса, достар, ендеше Сұлтанбек Данаев мырзаның соққысы қандай болмақ? 670. Жақсы достар. Әзірге ең жойқын соққы Жандарбек мырзаныкі. Дәл қазір ортаға. Құрметті достар, бұл кісіні баршаларыңыз білесіздер, танисыздар. Василий Тақтай! Добро пожаловать, Василий! Наверняка... Люди падают не от сильного удара, а от невидимого. Так просто, чтобы знали. Хорошая цитата ВКонтакте записали, да? Все, Василий, давайте ваш удар наверняка. Сейчас вы побьете рекорд Жандарбека. Рекорд сегодняшнего дня. Итак, это было левый, да? 766. Правый? Жигитер, мен ешқашан, ешқайда бос қол келмейді. Поэтому у меня для вас небольшие подарки есть. Вот для наших болельщиков, фанатов, кто пришел. Да, с вашего разрешения, можно? Конечно, Василий. Мінекей Василий Мырза бүгінгі ішке құрбос келген жоқ. Өзінің әкелген сыйлықтары бар екен. Рұқсат болса, Василий, конечно же, можно подарить нашим юным болельщикам. Их сегодня очень много. Друзья, мы продолжаем далее. Друзья, мы прямо сейчас хотим пригласить следующего участника данного конкурса «Силомер». Итак, кто же это будет? Мінекей, құрметті достар, маған қазір Әліби Идрисов мырзаны көргіміз келеді, достар. Әліби Идрисов, егер мені естіп тұрсаңыз, осамені Әліби мырза! Әзірге бізде мәгерек болса, дайындықсыз, сразу, жойқын соққа, және де, тағы бір рет па, Әліби. Жақсы, әрине, сізге береміз. Әліби Идрисов, біздің чемпион, біздің мықты жауынгерлердің бірі. Әліби Идрисов, попытка по номерам 2, асықпай, бір ең жойқын. Асықпа, фальстарт. Әліби Идрисов, бәді! Как Әліби Идрисовтың көрсеткіші, достар, 786, достар. Жандарбектің рекордын әлі ешкім не побил, если не ошибаюсь. Айдан Төлепбаев, достар, ендеше сіздің ударыңызды көрейік. Айдан мырза, Айдан Төлепбаев. Ал, Айдан мырза, көрейік сізді. Жандарбек бірінші орнына тұрды әлі қазір. Ал, бұл соққы мықты болған сияқты, достар. Ендеше көрейік. 823! Айдан, бұл рекорд. Нұржан мырза, ал Айданның рекордын кім озады екен? Ал Нұржанның соққысы да жойқын екен. Орған сайын жерде жел сквозняк өтіп жатыр. Бірақ Айдан әзірге бірінші орында. Марат Кушеров, достар, мінекей келесі үміткер. Марат Кушеров. Көрейік. Негізі. Көрейік, достар, Марат мырзаның соққысы. 776. Достар, келесі қонағымыз бұл Айдар Асадулла, он же Пантера, қателеспесем. Қайдасыз, Айдар Асадулла мырза, біз сізді күтеміз. Сіздің соққыңызды көргіміз келеді, қош келіңіз. Ендеше
жалпы бүгін бойға емес бір свадьбаға келген келіп тұрсыз негізі қонақ болып. Бірақ сіз дәл қазір рекордты жаңарту мүмкінсіз. Ендеше Айдар мырзаны соққысқандай болады. Жоқ достар, әзірге Айдар мырза бірінші орында. Бізде мінекей бір қонақтардың арасынан тағы бір кісіге берейік мүмкіндік, сонымен тәмам. Ендеше есіміңіз кім болады? Пантера дегенсіз ба? Пантера деген кісі осы екен. Ендеше достар, соңғы соққы болады. Ендеше соңғы соққы. Әзірге Айдар мырза бірінші орында, бірақ Пантераның соққысы қалай болады екен достар? Неше болады екен? Осымен тәмам достар. Әзірге бізге берілген уақыт аз достар. Біздің регламент сәл барлық біздің көрермендерге жиналған қонақтарға мүмкіндік бере алмаймыз. Өйткені бізде қазір трансляция болып жатыр. Келесі жауынгерлер өз мүмкіндігін, өз шығуын күтуде. Достар, бүгін кешіміз рекордсмені ең жойқын соққы Айдар мырзанікі. Айдар мырза, мында екен, Айдар мырза бүгін кештен Ақтөбенің кемінде, минимум Ақтөбенің ең жойқын соққысы өзіңіздікі. Құттықтаймыз достар. Әзірге Садреди мырзаның рекордын ешкім яғни қайтала алмады. Достар, әлде осы керемет шоулар орын алады. Міндетті түрде найзаны қарау жүріңіздер. Ал біз шоуды найза 48-де жалғастырамыз.